бірге отырамыз. 6 сезоннан бастап өте жақсы араласып кеттік. Айгүлдің туған күнін басқарғам, Айгүлдің көп қуанышында бірге болғам. Айгүлдің үлкен бір шампунь ашқан кезде де, басқа кезде де бірге болып, Айгүлмен өмірде өте қатты жақын араласамыз. Айгүл Бексейітова, Айгүлге де бір қосып қойыңыздар, өмірлік досымыз. Одан кейін Альбина да тоже біздің жақын құрбымыз. Ақеркен, екі қыз Ақеркен жақын құрбылары. Тоже Альбина деген тағы кішкентай Ана Бедрес деген Ақеркен танысы бар. Сол кісілер арқылы танысып, Альбинамен өте жақсы араласып кеттік. Қазір семейный достар болып кеттік, былайша айтқанда, иә. Альбинаға да бір қосып қойыңыздар. Ал осылай кіріп келейік, баршаңызға қайырлы кеш, қалайсыздар, жақсыздар ма? Негізі туған күнді жасамайтын болғанбыз, бірақ бір себептермен мен жаным жасайық деп екеуміз ақылдасып жасайтын болдық, сол қонақтарымызды күтіп жатырмыз. Саған рахмет, ең алдымен бәрін керемет ұйымдастырып, шикарно қылып, бұйырса осылай диванға подсвет болып салатын көргіміз екенбіз. Сол барлық қонақтарымыз көріп жатқан болсаңыздар, келіңіздер, күтіп жатырмыз. Бүгін керемет кеш болғалы жатыр. Пару слов? Я бүгін бұйырса Ернардың туған күнін осылай күшті қылдырып қарсы алатын боламыз. Вот сол сөз қарап отырыңыздар. Бір-бірлерін танымай жатады енді. Ең бірінші ағамнан бастағым келіп тұр. Бұл мен Болатбек деген ағам. Әкемнің туған әкесінің, туған ағамдай өзіміздің үйдің алды. Біраз бізге өнеге болып жүрген мен братаным. Бұл алтын жеңгем Аида, Болатбек Аида бүгінгі кешінің үлкен қонақтары. Рахмет братан келгендеріңізге. Так, енді наградайдан бастайын, Ерасыл бауырым. Ерасыл кішкентай кезден өсіп келе жатқан Талғардағы бауырым, жақын бауырым. Саған қазір редере жаққа келіп қарым ашып кетті. Бірден алып жемесем қоймас бар екен ішінде. Алдында постоянно келетін еді, концерт басын осыға ойнататын еді ғой. И кофе ішкім келіп тұр, кішкене басым ауырып тұршы. Не знаю из-за чего. Саған бірден жеп кофе ішіп алу керек болып тұр. Кондердан ба, машинада да үйде де кондер болып кетті ғой. Машинаға отырсам, кондер алдан ұрады ғой. Сол кезде кішкене не жерім ауырады. Шо ойлам. 2 сағат, азарда енді 3 сағат қалдырып жатыр ғой. Неміз жұмысымыз отырып қаламыз. Кешке кейін алса вообще деймін де. Құдай қалса үйреніп қарай бермейік деп. Мына жақта молялар үйіміз қасында ғой. Тоже цветочтың районында тоже. Короче, бізде өші барлығында өшкен ғой. Сонан үй жағына келіп тұрмыз, алып кетуге. То есть жүрсеңдерші деп айтуға. Не істейсіңдер деп ойлаймын деп. Бұларда да кондер жоқ, яғни цветочсы. Шешем ойла өзі айтып еді, бассейн барып қайтайықшы деп. Купальник алып үлгермедім. Ана бір жасыл купальнигім сол сиям екен еще ол. Айналам деп жүрген маған жоқ болды. Сиса дұрыс болар екен де. Беремен кезде қатты қызықпайсың ол купальникке. Бір купальникпен әлі жүрмін. 4-5 рет барған жүрмін бассейнге бір купальникпен. Бұрында 3 купальник болған еді. Ауыстырып. Зарядкамды үшін деп жатыр. Машина қойып қойын деп тұрмын зарядкаға. Білмеймін, сөп жасаймын ойын келді. Ау! Өстемесен болмайды тамақ. Ой, батқымыз алды деп. Ертең адамды жұмысқа кету керек. Абылайға тамақ істеп кету керек деп қойса. Жақсы бір балам бар ғой, мен кішкентай балам бар ғой. Абылай мін. Түсіріп жатыр. Сен не? Немерені алып кетіп, менде бала жоқ қой дейсің. Кішкентай балам бар ғой. Мамасына қыдырып кетті. Папам тамақ істеп. Енді өзінде жасай алам негізі. Тура папам сияқты мен де тамақ жасай алам. Бірақ папам андай өзім сияқты мен де тамақ жасай алам. Бірақ папам андай өзін сезінсінші деп жатырында сол бір тамақ жасап, забота жасап деген сияқты. Кезінде папамыз жұмыс деп жүрді. Қолы босамай, бізді асырап деген сияқты. Енді сөйтіп үйдің бір вайбына кіріп, енді неге мүмкіндік бермеске деген сияқты ғой. Айтпесе жағаласып менде жоқ деп мен жасай аламын да. Жоқ, үлкен кісілерге ол сол қызық деп ойлаймын. Семейный өмір болғаннан кейін сондай болу керек деп ойлаймын. Сол үшін бір-бірлеріңізге мүмкіндік беріп, әр нәрсе өзінің уақыты мен орнымен. Все, жақсы, I love you вас. Бізде Дәурен ұйықта қалды. Біз енді магазинде кішкентай комната бар да. Тидің табиғи. Осы жатасың болып тұрасың, шығасың. Көрсе ұйықта қалды. Мен шаршадым деді. Мен де шаршадым, бірақ мен сауда жасап отырмын, потому что сауда болып жатыр да. Сөйтіп отырмын. Енді где-то бір 5-6-ға қарай ұйықтайын ба деп отырмын. Кірпіктеріме бәрібір ма менің? Мишка ауылда.
франкмен машина жуған қалай екен? Кетші бар, білен. Бәле. Алда су шашу деген тренд қой, тренд. Қойсайшы, білен. Алда самый қызық су шашу. Бағаннан бері су шашу. Қойсайшы. Қазір басыңа бар ма, шелекпен су төге салам. Наяқта шелекте су тұр үйде. Сен маған шашсаң мен саған. Айқынақ айтыңызшы. Братья. Қазір үшін тряпкамен сүртесің, ә еще? Тряпкамен сүртесің башысын? Қой. Ауылда осындай байып бізде. Демей қал. Айқын аға өзі ғой маған. Наяқтан атқан бірінші. Hiçbir Artur. Lütfen